Белгілі жырау сыр сүлейі Тұрымбет Салқынбайұлы 1868 жылы Қызылорда облысы Жамансыр болысында, қазіргі Қармақшы ауданы Ақтөбе ауылында дүниеге келген. 1946 жылы сол өзінің туған жерінде дүниеден көшкен. 80 жасқа қараған шағында бұл кісі кіші жүздің Қаратамыр Шөмекей руынан, оның ішінде Қаратамыр руынан шыққан. Белгілі сол бала кезінен жыраулық өнерге түсіп, сол өте жас кезінен домбыра алып елдің алдына шыққаннан кейін ел халық оған бала жырау деген ат қойып, сонан сыр бойында бала жырау Тұрымбет атанған. Бұл кісі енді өз заманындағы белгілі шоқтығы биік жырау кісі бола отырып, осы Орта Азиядағы Өзбекстан жерін, Қазақстанмен қосып Өзбекстан, Түркменстан, Қарақалпақстан елдерін аралап, үлкен қисса, толғау, термелер айтып, сол ел халықтың ішінде қазақтың жаңағы жыраулық өнерін көш ілгері апарған кісілердің бірі де бірегейі. Өзі сол жыраулық өнермен қоса жанынан суырып салып өлең шығаратын ақындығы да болған, сонымен қоса сазгерлігі де болған кісі. Енді осы мен Тұрымбет жыраудың шөбере ұрпағы болып туысып келеміз. Енді сол атамыздың атандым жас күнімде бала жырау деген термесін сіздерге орындап бере берейін. Атандым жас күнімде бала жырау жиында, талай топты, талай сынау, талайды таңыр қатқан жырауың қартайып отырғаны енді мынау. Кәрілік асыл емес ететін пеш еңбекті, ойлай берсең ертелі кеш көңілді, жас терідей босатады есіңе түскен кезде 25. Біз жүрдік жігіттікте желіп жортып тоқтамай, ақ бөкендей ортып-ортып 60-ты әлде қандай деп жүргенде 80-ге келіп тұрмыз қойма қолтығы. Тұрымбет жыраудың өзінің жалғыз баласы Бекмахан әкемізге шығарған жазған өлең хат екен. Оу көкеңнен Бекмахан жан, бұл сәлем хат, тағдырым қауыштырғай сау саламат. Мәлікке міндетіңді жүктеп балам, тапсырдым оқытуға сен аманат. Қайымдап заманыңа қосып тұрмын, алсын деп бұл істерден мол ғибрат. Үй ішін сағынайын ау дедім депсің деген бар, бөтен жерде жүргенге жат. Жүре бер Мәлік ағам нұсқауымен деген бар, байдан ауат, балдан тамат. Ол туып жақсы адамнан жетсояға, перзенттің болғаны сол ақылы рабат. Зейінсіз кембағал боп туса бала, атасын тиістінен күндейт қабат. Аз ойнап көп ойлансаң, сабағыңды болмассың, досқа күлкі, дұшпанға мат. Мектепке 5 жасыңнан бердім сені, алсын деп тірлігімде ашып сауат. Кедейден сен секілді балалары байлардың малын бағып отын жағат.
бір сүйіп қыстай барып келе алмадым жолыма болғандықтан кем қаражат. Әжеңде отыр көніп тілеуіңде көрмесе шыдамайтын жарты сағат. Атына шықпайдың ай хат салыңдар есетіп отырайық біздер де шат.